Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен қазіргі шешендік сөздердің түрлері туралы сабағымызды бастаймыз. Қазіргі шешендік айтылу мақсаты жөнінен, ортасы жөнінен, кімге айтылып жатқандығы жөнінен мынадай 5 топқа бөлінеді. Бірінші, білім ғылым мазмұндағы шешендік. Білім ғылым мазмұнды шешендік аты айтып тұрғандай-ақ ғылыми тақырыпта болғандықтан дәрістер, лекциялар, ғылыми баяндамалар, ғылыми конференциялар, ғылыми шолулар, ғылыми мақалалар, осылардың барлығы да ғылым білім мазмұндағы шешендіктің түрлеріне жатады екен. Бұл белгілі бір студенттерге, белгілі бір ортаға, белгілі бір оқу білімін көтеретін орталарға арналған әртүрлі тақырыптағы ғылым білім мазмұнды шешендік болып есептеледі. Шешендіктің екінші түрі әлеуметтік саяси шешендік. Мұның аты айтылып тұрғандай-ақ саяси мағынада көбірек болады. Бұл саяси репортаждар, газет, журнал, телевидениеде, радиода беріліп жататын, және съездерде, конференцияларда, митингілерде айтылатын саяси елбасылардың, немесе премьер-министрлардың, сол сияқты саяси сөздері, парламенттегі сөздер, осылардың барлығы да әлеуметтік саяси мазмұндағы шешендікке жатады екен. Үшінші, әлеуметтік тұрмыстық мазмұндағы шешендік. Адам барлығы уақытта тек жиналыста, немесе тек аудиторияда сабақ тыңдай бермейді ғой. Адам бұл әлеуметтік тұрмыстық шешендік халықтың арасына өте көп тараған шешендік. Бұл мерейтойларда, салтанатты жиындарда, үлкен кештерде, қаралы жиындарда, адам тумақ бар жерде өлмек бар, сондықтан адамның осындай қызығында, қуанышында, қайғысында айтылатын сөздер, елге әбден еңбегі сіңген елеулі тұлғалар қайтыс болғанда айтылатын сөздер, мысалы азалы сөздер. Бұлардың бәрі де әлеуметтік тұрмыстық мазмұндағы шешендік сөздерге жатады екен. Одан кейін діни шешендік, шешендіктің 4-ші түрі. Діни шешендіктің де аты айтылып тұрғандай, бұл діни уағыздар, иман сөздері, Құранның сүрелері, бұл сөздердің барлығы да діни мазмұндағы шешендікке кіреді екен. Шешендіктің 5-ші түрі сот ісі шешендігі. Сот ісі шешендігі сотта қаралатын белгілі бір істерге, қылмыстық істерге байланысты болғандықтан, ол жерде айыптаушы, прокурордың сөзі, айыптаушының сөзі, немесе қорғаушының сөзі, адвокаттың, немесе айыпкердің өзінің сөзі, соттың үкімі, бұлардың барлығы да сот ісі шешендігінің түріне жатады екен.